Отбасы баланың алғашқы мектебі, ал балабақша өмірге ашылған алғашқы есік. Біз баламызға тек білім емес, тәрбие де беруіміз керек. Тек әріп үйретіп қана қоймай, адам болуды үйретуіміз керек. Себебі тәрбие сөзбен емес, күнделікті көрген үлгімен қалыптасады. Үлгенге құрмет, кішіге ізет, мейірім, сабыр, сүйіспеншілік. Бала айтқанымызды емес, көргенін қайталайды. Сондықтан әрбір әрекетіміз тәрбие, әрбір сөзіміз бағыт, әрбір ісіміз үлгі. Бүгінгі кішкентай бала ертеңгі азамат, ертеңгі тұлға, ертеңгі елдің тірегі. Ал сол болашақтың іргетасы бүгін қаланады. Отбасында, балабақшада, тәрбиеде, махаббатта, мейірімде. Балаға берілген ең үлкен сый қымбат ойыншық емес, қымбат киім емес, ол уақыт, тәрбие, махаббат пен үлгі. Өйткені сүйіспеншілікпен өскен бала ғана жүрегі таза, ниеті түзу, санасы биік адам болып қалыптасады. Бала біздің болашағымыз емес, бүгініміз. Ал бүгін қалай тәрбиелесек, ертең солай өмір сүреді. Болашақты тәрбиемен құрамыз. Тәрбие ұрпаққа қалатын ең үлкен мұра. Махаббатпен өскен бала мықты тұлға болып қалыптасады. Сондықтан әр бала бізге аманат.